Әр спортшы үшін чемпион атану басты мақсаттардың бірі. MMA және де UFC дәл сондай. Кез келген жауынгер чемпион болғысы келеді. Себебі, соның арқасында тарихта чемпион атанып қана қоймай, жақсы ақша тауып, біраз атақтарға ие боласың. Алайда, тарихта біршама жауынгер рекорд орнатып, қатарынан 2 салмақта чемпион атанған болатын. Сондықтан, бүгін біз топ 5 қатарынан 2 салмақтың чемпиондары жайлы сөз қозғайтын боламыз. Біраз күн бұрын біз топ 5 ең үздік UFC чемпиондары және де топ 5 ең нашар UFC чемпиондары жайлы сөз қозғаған болатынбыз. Егер де көрмесеңіздер, видеоның астындағы описаниеден кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, келесіде қай жауынгер немесе де қай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Топымызды ашып отырған BJ Penn. Оның рекордына көңіл бөлсек, мүлде бір чемпиондық атағы бар адамға ұқсамайды. Алайда, өзінің үздік кезінде біраз салмақтарда төбелесіп, жеңіске жетіп жүрген. 2000 жылдардың басында BJ Penn жартылай жеңіл салмақтан ауыр салмаққа дейін төбелесіп, сол кездегі үздік жауынгерлерді сезбей сындырып жүрді. BJ Penn өзінің алғашқы чемпиондық белбеуін UFC 146 турнирінде жеңіп алды. Оған қарсы сол кездегі жартылай орта салмақтың чемпионы Matt Hughes қарсы тұрды. Жекпе-жек басталысымен BJ Penn бірден өзін жақсы көрсетіп, қарсыласын төменгі сатыда қылқындырып тастады. Осыдан соң BJ UFC мен сөзге келіп қалып, япондық Pride Promotion'де өнер көрсету үшін UFC чемпиондығынан бас тартты. Уақыт өте келе BJ қайта оралып, чемпиондығын қайтарып алуға дайын болды. Алайда аты аңызға айналған Жорж Сен-Пьерден ұтылып, жеңіл салмаққа түсуге мәжбүр болды. Сол кезде BJ Penn Джо Стивенсон атты жауынгермен кездесті. Жекпе-жек басталысымен BJ қарсыласының жанын шығарып, қуып жүріп ұрып, жеңіске жетті. Дәл осылай BJ Penn 2 салмақтың чемпионы атанды. Өкінішке орай, уақыт өте келе BJ Penn барлық чемпиондықтарынан айырылып, қатарынан 7 жеңіліске жетіп, UFC-ден кеткен болатын. Келесі орында бүкіл MMA тарихындағы ең үздік әйел жауынгер Аманда Нунес. Өзінің өмірге деген өзгеше көзқарасынан Аманда Нунес біраз хейтерлерге тап болды. Әйел мен әйел қосылып, бала асырап отыр деген біз үшін қате зат. Дегенмен, қандай адам болса да, оның аралас жекпе-жекте жасаған мүддесін ешкім жоққа шығара алмайды. Аманда Нунес өзінің алғашқы чемпиондық белбеуін 2016 жылдың жазында жеңіп алды. Оған қарсы сол кездегі чемпион Миша Тейт шығып, дым жасай алмай берілген болатын. Кейін Ронда Роузи, Ракель Пеннингтон, Валентина Шевченко және де тағы да басқа қыздар арасындағы мықты және де үздік жауынгерлерді жеңіп шықты. Бұған қарамастан, Аманда Нунестің басты қарсыласы өзінен жоғары салмақта орналасқан Крис Сайберг болатын. Бүкіл мансабында жартылай жеңіл салмақта өнер көрсеткен Сайберг Аманда Нунесті шақырған еді. Олар UFC 185-те кездескенде Сайберг бірден қысым жасап шабуылға шықты. Алайда Нунес қарымта соққылармен ұстап алып, таза нокаутқа түсірді. Біраз уақыт бұрын біз Аманда Нунесті өзіміздің топ 5 ең үздік чемпиондар атты видеомызға қосқан едік. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал Аманда Нунес өткен аптада өзінің кезекті жеңісіне қол жеткізіп, мансабын аяқтады. Топымыздың қола жүлдесін Генри Сехуда алып отыр. Қатарынан 2 салмақта чемпиондыққа қол жеткізген соңғы жауынгер. Сол үшін өзін Triple C деп атайды. Себебі UFC-де 2 чемпиондық белбеуден басқа 2008 жылғы өткен Пекин Олимпиадасының еркін күрестен чемпионы. Мансабыны басталысымен еш қарсыласын сезбей, рекордын 10-0-ге жеткізген. Алайда, кейін Сехуда Димитриус Джонсонмен кездесіп, техникалық нокауттан өте ауыр жеңілген болатын. Бұған қарамастан 2 жыл өткізіп, өз күйіне қайта оралып, Димитриусты төрешілердің басымдылық шешімімен жеңіп шықты. Екінші нөмірде жұмыс істеген Сехуда раунд басында біраз соққыларды өткізіп алды. Алайда, өзінің күресінің арқасында төрешілердің көзінде жеңімпаз болып шықты. Уақыт өте келе Сехуда TJ Диллашоуды нокаутпен жеңді. Осыдан соң Сехуда жеңілдеу салмаққа ауысып, қатарынан 2-ші белбеу үшін төбелесті. Допингтің кесірінен бан алған Диллашоудың орнына басты үміткер ретінде Марлон Мораес шыққан болатын. Раунд басында Мораес өзін жақсы көрсетіп, біраз рет ауыр лоу-киктер тастады. Алайда шаршап қалғасын бүкіл жекпе-жекті Сехудаға беріп қойды.
Кейін Генри Сихуда Доминик Крузбен кездесіп, оны да сезбей жеңді. Дәл солай Сихуда мансабын аяқтады. Дегенімен, біраз уақыт бұрын UFC-ге қайта оралып, жеңілдеу салмақтың чемпионы Алджемейн Стерлингке ауыр жекпе-жек берді. Келесі орында Даниэль Кормье. Ең қызығы, мансабын ауыр салмақта бастаған Кормье өзінің жақын досы Кейн Веласкеспен төбелескісі келмей, жартылай ауыр салмаққа ауысуға мәжбүр болды. Чемпиондыққа өткен алғашқы жекпе-жекте Джон Джонсқа жеңіліп қалды. Алайда Джонстың октагоннан тыс жасаған әрекеттерінің арқасында чемпиондыққа басты үміткер ретінде Кормье қаралынды. UFC 187 турнирінде Даниэль Кормье Энтони Джонсонмен жартылай ауыр салмақтың чемпиондық белбеуі үшін кездесті. Джонсон біраз рет дәл соққылармен Кормьені қинап алды. Бірақ өзінің жоғары сапалы күресімен десе қарсыласын сезбей жүрді. Үшінші раундта Даниэль Кормье қылқындыру тәсілмен жеңіске жетті. Кейін Джон Джонс қайтып келіп, Кормьені нокаутқа түсіріп, чемпиондық белбеуді қайтарып алды. Алайда допингке ұсталып, чемпиондық белбеу Кормьеге қайтарылған болатын. Осыдан соң ауыр салмақта Степе Миочич чемпиондық белбеуін 3 рет қорғап шыққан соң Кормьемен жекпе-жек дәл керегі деп айтылған еді. Миочич жекпе-жекті агрессивті түрде бастап күресуге тырысты. Ал Кормье болса әр соққыға жауап беруге тырысып жүрді. Раунд соңында Кормье дәл соққымен Миочичті нокаутқа түсірді. Дәл осылай Даниэль Кормье қатарынан 2 салмақтың чемпионы атанып, UFC тарихына кіреді. Топымызды басқарып отырған Конор Макгрегор UFC-де алғашқы жекпе-жегін 2012 жылы өткізіп, өзінің бірден жұлдызды чемпион атануға дайын екенін дәлелдеген болатын. 2 жыл ішінде Конор UFC-дің басты жұлдызына айналып, сол кездегі жартылай жеңіл салмақтың чемпионы Жозе Альдоны 13 секундта нокаутпен жеңіп, жаңа чемпион атанды. Содан соң Конор Макгрегор мәңгі тарихта қалу үшін жеңіл салмаққа көшіп, қатарынан 2 салмақтың чемпионы атануға дайын болды. Солай тақырбас Дана мен UFC матчмейкерлері Конорға қарсы сол кездегі чемпион Рафаэль дос Аньосты қойған еді. Алайда Рафаэль дос Аньос жарақат алған соң Конор Нейт Диаспен төбелесіп, ең үлкен және де ең қызықты ивенттердің бірін өткізді. Кейін Макгрегор жаңа чемпион Эдди Альвареспен кездесіп, өлтіріп тұрып ұрып жеңіске жеткен болатын. Соның арқасында Конор Макгрегор бүкіл UFC тарихындағы қатарынан 2 салмақтың алғашқы чемпионы атанды. Ал әрі қарай болғаны тек тарих болып қана қалады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы немесе де қай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.